Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге бүгін дәрісті жүргізуші Салыбекова Бибігүл Есімханқызы. Қазақ тілі пәнінің 4-ші сабағы боран. Бүгінгі біз сабағымыздың оқу мақсаты, мәтіннің тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу. Демек, бүгінгі біздің бұл сабағымызда мәтіннің тақырыбын түсінеміз, негізгі ойды анықтаймыз, тірек сөздер мен сөз тіркестерін пайдалана отырып, жинақы мәтін жазып үйренеміз. Міне, сіздерге ұсынылған бейне экрандағы фотоға назар аударамыз. Бұл суретте қыс мезгілінің белгілері нелер екендігін топтастырылған. Қыс мезгілінің белгілері мұз, суық, бұршақ, аяз, қар, күртік қар, қырау, сонымен қатар боран. Бұл бүгінгі біздің сабақтың негізгі тақырыбы. Боран болған кезде әрбір адамзат баласының жолда жүруіне өте үлкен кедергі туындырады. Сондықтан да осы боранның мына жазбаға, мына фотоға қарай отырып, күнделікті өмірде болып жатқан жағдайға зер салып, назар аударып қараймыз. Қыстың қаталдығын көрсететін табиғи дүлей күштің бірі боран, яғни оның бірнеше түрлері бар. Сонымен қатар, сол боранның өзіндік түрлеріне қарай өзіндік ерекшеліктері болады. Әрбір боранның түрлерін назар қойып, оның ерекшелігін тану үшін мына бейне тақтада ұсынылған боранның түрлеріне мән беріңіздер. Кәнекей, бәріміз көз жүгіртіп оқып шығамыз, балалар. Қандай боранның түрлері бар екендігін білгеніміз артықтық етпейді. Ал сіздерге ұсынылған мәтін, оқылым мәтіні Тахауи Уахтановтың «Боран» романынан үзінді келтірілген. Қоспанның бетін шымырлатып, аяз қарып өтті. Теріскейден ызғар лебі келе жатыр. Ышқына соққан зәрлі жел ауланы осып-осып жіберді де, ішін тартып тына қалды. Тыныш жатқан малдың ұйқысы бұзылып, өре тұрды. Қоспанның да көңілі мұздап қоя берді. Бұрқыраған қарлы боран қаптап келеді. Желдің тығыны қайтадан ағытылып кеткендей, қалыңдап жауған жапалақ қарды түтіп ала жөнелді. Жел қатая түсті. Алды өр сияқты, аумағы көрінбейді. Қойдың алды тоқырап қалып еді, жел жағындағылары ұйлығып кеп, лықсытып итеріп әкетті. Қоспан жер шамасын болжамаққа атына мініп ілгері жүрді. Еш нәрсе көре алмай, ой шұңқырды аттың тұяғымен ғана өлшейді. Алды арқан, бойы сұрғылт тартып, ар жағы теңселген қара түнекке тіреледі. Міне балалар, сіздерге ұсынылған мәтінде боранның адам баласына қандай кедергі жасалатындығы туралы қысқаша түсініктеме берілген. Демек, сіздер оқылым мәтіннен назар қойып тыңдаған болсаңыздар, боран дегеніміз не? Боран сөзінің қыс мезгілмен байланыстылығы қалай болатындығын түсіндіңіздер ме? Сіздер осы мәтін арқылы жалпы боранның түрлерін тану арқылы боранның не екендігін түсінеді деп ойлаймын, балалар. Демек, қыс мезгілінің бір белгісі борандың қандай әрекет жасайтындығын табиғатта өз орнын танып білдіңіздер деп түсінемін. Оқылым мәтіні бойынша сіздерге қазір тапсырма беріліп отыр. Яғни бұл тапсырмада өздеріңіз оқылым мәтінінде көрген боранды тірек сөздер мен сөз тіркестерін пайдалана отырып, 8-9 сөйлемнен тұратын жинақы мәтін жазамыз. Барлық оқиғаны нақышына келтіріп жазу үшін өздеріңіз боран туралы жаңағы ұсынылған мәтінді пайдалана отырып, өздеріңіздің бойларыңыздан өткен оқиғаны пайдалана отырып жинақы мәтін жазамыз. Сіздерге екінші тапсырма ұсынылып жатыр, балалар. Мәтіннен септік жалғау сөздерді тауып, үндестік заңы бойынша
жалғануын түсініп, жай септеу мен тәуелді септеулі сөздердің астын сызыңыздар. Бұл тапсырманы орындау үшін, балалар, біз 7 септікті еске түсіргеніміз жөн. Және оның сұрақтарын, жалғаулары қандай болатындығын, жай септеу деген не, тәуелді септеу деген не екендігін анық есімізге қайта түсіріп, тапсырманы өз дәрежесінде орындауымыз керек. Мына сызба тақтада сіздерге осы септіктердің сұрақтары қандай болатын, жалғаулары, жай септеу қалай жасалатындығы, тәуелді септеу қалай жасалатындығы туралы арнайы кесте ұсынылған. Осы тапсырманы орындау үшін мәтіннің ішінен септі жалғауларын тереміз. Мысалға, қоспа зат есім, түбір сөз, ның ілік септігінің жалғауы, бұл жай септеуге мысал болады. Ал екінші сөз бет зат есім, түбір сөз, тәуелдік жалғауының үшінші жағы, бұл тәуелді септеуге мысал болады. Дәл осылай сіздер де мәтіннің ішінен жай септеу мен тәуелді септеуге мысал болатын сөздерді тауып жазасыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызда тақырыпты түсіндім, жаңа мағлұматтар алдым дейтін болсаңыздар, мына кері байланыс белгілері бойынша маған хабарлама жіберулеріңізге болады. Барлық тақырыпты түсінген оқушыларға жеке сіздерге арнайы түсіндірме жұмыстары жүргізілетіндігін тағы да еске салғым келеді. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау саламатта, келесі кездескенше аман болыңыздар.